Сәлеметсіңдер ме балалар, математика сабағына қош келіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Видеоны тоқтатып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып алайық. Қаңтардың 10-ы сынып жұмысы. Жазып болсақ, назарымызды 136 беттегі номер 2 тапсырмаға аударайық. Есепті шығар. 2 жұмысшы 5 жұмыс күні ішінде 465 бөлшек әзірледі. Бірінші жұмысшы күніне 45 бөлшек жасайтыны белгілі болса, онда екінші жұмысшының жұмыс өнімділігін анықта дейді. Сонымен балалар, бізге не белгілі? Уақыт, дұрыс айтасыңдар, 5 күн бойы жасаған. Ал 465 бөлшек нені білдіреді? Жұмысты, дұрыс айтасыңдар. Бірінші жұмысшының жұмыс өнімділігі қанша? Күніне 45 бөлшек. Есеп бізден не сұрайды? Екінші жұмысшының жұмыс өнімділігін сұрайды. Видеоны тоқтатып, есепті шығарыңдар. Орындап болсақ тексерейік. Сонымен балалар, жасырын тұрған сұрақ бізде нені бірінші тауып алуымыз керек? Жалпы өнімділікті, ол үшін біз жұмысты уақытқа бөлуіміз керек. Сонда 465 пен 5-тің бөліндісі 93-ке тең болады екен. Ал енді екінші жұмысшының жұмыс өнімділігін есептеуге болады. Ол үшін жалпы өнімділіктен бірінші жұмысшының өнімділігін азайтамыз. Сонда 93 пен 45-тің айырмасы 48-ге тең болады. Екінші жұмысшы күніне 48 бөлшек жасайды екен. Келесі назарымызды номер 3 тапсырмаға аударайық. Сызбаны қара, есепті амалдар бойынша шығар. Дәл солай, видеоны тоқтатып, ауызша есеп құрастырып, орындаймыз. Ал орындап болсақ, балалар, бізге не белгілі болды? Дұрыс, уақыт 4 сағат. Бірінші жүргізушінің жылдамдығы 46 км сағат. Екіншісінікі 58 км сағат. Ал бізге есептеу керек ара қашықтықты. Және жасырын тұрған сұрақ қайсы балалар бізде? Яғни қашықтық жылдамдығын есептеу керек. Ол үшін не істейміз? Дұрыс, бірінші жылдамдыққа екінші жылдамдықты қосуымыз керек. Сонда 46 мен 58-дің қосындысы 104 км сағатқа тең болады. Ал енді қашықтықты табу үшін не істейміз? Әрине, біз қашықтық жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Сонда 104 пен 4-тің көбейтіндісі 416 км-ге тең. 4 сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы 416 км болады екен. Сендер дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар 137 беттегі 4-ші тапсырманы өздерің дәптерге орындайсыңдар. Сонымен қатар үй тапсырмасы 137 беттегі 5-ші тапсырманы орындап, EduMarkет тіркеп қойыңдар, немесе жекеге жіберуге болады. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.